Егер қой сиырларыңыз салапан қалдығын жеп қойса не істеу керек? Оны ешқандай мал дәрігердің көмегінсіз сыртқа қалай шығаруға болады? Білгіңіз келсе, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын сіздер үшін құнды ақпаратпен бөлісіп отырған қазақ тілді арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Салапан қалдығын жеген малдың асқа тәбеті тартпай, іші өтіп, барынша арықтап, ең соңында өміріне қауіп төнеді. Сол үшін сіздерге жеп қойған салапанды қалай сыртқа шығаруға болатыны туралы бірнеше әдіспен бөлісуді жөн көрдім. Видеоны сақтап қойыңыз, сізге қажет болғанда таппай қалуыңыз мүмкін. Бірінші, ақ сірке судан қойға 100 грамм, ал сиырлар болса 200 граммды ауыздан құясыз. Артынан қойға 300 грамм жусай, ал сиырларға 600 грамм жусай жегістесіз. Бірнеше сағаттан кейін салапан жеген мал лоқсып құсады. Сол кезде ауыз қуысына түскен салапанды қолмен алып тастайсыз. Екінші, қойға 50 мл сұйық май немесе 50-де 100 мл парафин майын ауыздан ішкізесіз. Ал сиыр болса 100 мл сұйық май немесе 100-де 200 мл парафин майын ауыздан құясыз. Сосын қосымша 0,1% марганцой ерітіндісінен қойларға 100-де 200 мл, ал сиырларға 200-де 400 мл ауыздан құйып ішкізесіз. Бұл асқазан ішектің әрекетін күшейтіп, салапанды тезегі арқылы сыртқа шығаруға көмектеседі. Үшінші, егер жеген салапаны қалыптан тыс үлкен болса, онда ота жасап қарындағы салапанды тазалатуға тура келеді. Осы айтылған әдістер арқылы салапан жеген малдың өмірін сақтап қалуға болады. Сосын естеріңізде болса, бірнеше күннің алдында жариялаған мал азығына сода қосып берудің 5 түрлі пайдасы және мал азығына қосылатын соданың өлшемі туралы видеоларым TikTok ережесін бұзғандығы себепті жуылып кетті. Оны Қазбет YouTube арнасынан толық нұсқасын көре аласыздар. Бұдан да былай көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Арнаға жазылып, лайк басып